Сәлем достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз түрік елінің ерекше айчорек деген тоқашын пісіретін боламыз. Бұл өзінің ішіндегі салмасымен ерекшеленеді. Дәмі де керемет болып шығады. Менімен бірге жасаңыздар. Бізге ол үшін ұн, сары май, су, шекер, ашытқы, тұз және жұмыртқа қажет. Тұзды суға салып араластырамыз ерігенше. Үстіне ашытқыны салып тағы да араластырамыз да бұқтырып қоямыз кішкене. 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Ары қарай ұнымызға шекерді, жұмыртқаны, сары майды және де бұқтырылған ашытқымызды салып барлығынан араластырып қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып келеді. Столдың үстіне қойып, оның үстіне тағы да ұн сеуіп, кішкене тағы да үстінен басып аламыз. Демалдыруға қойып қоямыз. 4 жұмыртқамызға шекер салып көпіртеміз. Какаоға ыстық суды құйып араластырамыз. Ұнымызға разырхетелді салып араластырамыз. Жұмыртқамызға сұйық майды және де какаоды саламыз. Миксерлейміз. Үстіне ұнды біртіндей отырып саламыз. Ұн електен өткізілген менде достар. Формаға құйып, жайып, 150 градуста 20 минут пісіреміз. Достар, бұл менің пешім 150 градуста пісіреді. Әркім өзінің пешіне қалай пісіретініне байланысты. Болғаннан кейін ыдысымызға салып, барлығын уатамыз. Мен қолмен уаттым, себебі жұмсақ болғасын ыңғайлы. Блендермен де уатсаңыздар да болады. Осының үстіне сүт құямыз да картошка сияқты қылып жасаймыз. Қолымыз бір-біріне жабысып келу керек. Ары қарай қамырымызды осылай бөліп аламыз бөліктерге. Домалатамыз. Жаямыз қамырымызды. Осылай қолымызбен жасап аламыз да ораймыз. Видеодағыдай жасайсыздар. Екі жағын қысамыз. Кішкене созамыз, ай сияқты, сосын бір-біріне біріктіреміз. Тағы да жаямыз. Ішіне салып ораймыз. Екі жағын жабамыз. Үстінен басып аламыз. Біріктіреміз сосын.
Барлығын жасап болдық. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен күнжіт сүйіп шықтым. Енді өзіңіздің қалауыңызша сеппесеңіздер де болады. «150 градуста 40 минуттай пісіреміз». Міне осылай дайын болды. Мен жұмыртқам кішкене күйіңкіреп кетті, бірақ ештеңе етпейді. Оған қарамастан дәмі өте керемет. Достар, жасап көріңіздер, ерекше. Жасап жатсаңыздар ас болсын.